бұрынғы өткен уақыттағы үлкен ғалымдардың бірі имам Ахмад деген кісі болған. Білеміз біз мысалы Абу Ханифа, Шафиғи, имам Малик деген, имам Ахмад бин Хамбал деген өзінің заманындағы ең үлкен ғалымдардың біреуі болған екен. Сол күндердің бір күнінде ол кезде, қазіргі кезде бір адам ғалым шығатын болса, оның түрін танимыз. Теледидар бар, болмаса телефон бар, мынау пәленше екен ғой деп, қазіргі күнде оның атын танып жататын боламыз. Бірақ бұрынғы кезде ғалымдардың кітаптары тарайды, аты тарайды, бірақ түрін ешкім білмейтін болған екен. Сонда имам Ахмад сапарлап келіп, бір риуаяттарда Меккеге дейді, яғни мешітке келген екен. Түннің бір бөлігінде мешітке келсе, ол мешітте сондай елді мекенде өздерінің бір ішкі тәртібін жасаған екен, мешітте ұйықтауға, қонуға болмайды деген. Сонда имам Ахмад келіп, намаз оқып, мешітте болып, сол жерде жатам десе, күзетшіге тұрғызып берген екен. Мешітте жатуға болмайды деп шығарып жүрген екен. Сосын имам Ахмад барақта мешіттің сыртына барып, табалдырығына барып, бір жерге сүйеніп, енді үлкен ғалым, әлемнің өзінің заманындағы ең үлкен ғалым. Бірақ мен имам Ахмадпын деп ол айтпаған. Содан есіктің табалдырығының жанында сүйеніп отырса, күзетші одан да шығарып берген екен. Сөйтіп, мешіттен әрірек барып, бір жерде жатса, бұрышта жатса, жаңағы күзетші аяғынан сүйреп шығарып тастаған екен. Ол кісіні қалжыраған ғой жолдан. Содан мешіттің жанында бір наубайшы бар екен, нан пісіретін адам. Сол кісі көреді, жолаушы сүйреп наубайхананың алдына дейін алып берген. Сосын тұрып айтады, жолаушы келіңіз, менде бір адамдық орын бар дейді, наубайхананың ішінде. Сонда жатып демалыңыз, кейін мешітке барарсыз деп. Сосын келіп түннің ұйықтайды, сол жерде демалады. Түннің бөлігінде ғалым ғой, тахаджуд намазы, түнгі намазын босатпаған, оянып кетсе, жаңа наубайшы нан илеп жатыр екен. Сол илеген сайын астағфирулла, астағфирулла, астағфирулла деп нан илеген кезде сол истиғфарды көп айтады екен. Сосын имам Ахмад ғалым ғой, сол адамның ерекше қимылын көреді, айтады, жақындап келіп, бұл сіздің әдетіңіз бе дейді. Я әдетім дейді осылай. Сонда осының бір берекетін көресіз бе дейді. Имам Ахмад екінші сұрақ қояды. Я дейді, осы истиғфардың берекеті сонда дейді, Алладан не сұрасам, соны береді дейді Алла Тағала. Яғни дұғасы қабыл болатын адамдардың бірі екен. Сонда тұрып айтады, барлық дұғамды қабыл ете ме дейді. Имам Ахмад айтады, таң қалып тұр. Иә, барлық дұғамды Алла Тағала қабыл етті, тек қана бір ғана дұғамды әлі кешігіп тұр дейді. Ол қандай дұға деп айтқан кезде, мен мынау наубайханада нан пісіріп нафақамды табам дейді. Мынау әлемде имам Ахмад деген үлкен ғалым, оның кітаптары бізге жетті. Ғалымның әңгімелері, насихаттары елге айтқан жетті. Сол мынау жұмысымнан тастап шыға алмай, ей Алла Тағала, сол имам Ахмадты көруді нәсіп етші деп дұға қылатын дейді. Сонда имам Ахмад жылап жүрген екен. Мені мешіттен сүйреп әкелген сенің дұғаң екен ғой деген екен. Яғни мені мешіттен сүйреп шығарып алдыңа әкелген сенің дұғаң екен ғой, мен имам Ахмадпын деп айтқан екен. Қараңыздаршы, сондықтан да истиғфар біздің осы жерде отырған 5000 адам отырсақ, шамамен әрқайсымыздың өзіміздің тілегіміз бар. Ішкі Алладан қалайтын дұғаларымыз бар. Сондықтан да сол дұғалардың қабыл болуының бір себебі истиғфар екендігін ұмытпауымыз керек екен. Мысалы, намаз оқыған кезде, құлшылық жасап сәлем берген кезде біз астағфирулла, астағфирулла, астағфирулла деп айтамыз. Пайғамбарымыз солай жасаған. Құлшылық жасадық, истиғфар. Сол сияқты кез келген бір сауапты амал жасаса, сауапты амалдың артынан истиғфар жасағаны, сауапты амалдың артынан дұға қылғаны жақсы дейді.